Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Зімбір адам ағзасына қалай әсер етеді? Зімбір жегенде ағзада қандай өзгерістер болады? Осы және өзге де қызықты сұрақтардың жауабын видео барысында көретін боласыздар. Менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Зімбірдің құрамында витамин, минерал және эфир майлары бар. Ең танымал қасиеттерінің бірі тағамнан улану, жүрек айнуы және құсу кезіндегі көмегі. Зімбір ертеден келе жатқан пайдалы өсімдік. Зімбір қамысқа ұқсайтын көп жылдық шөптесін өсімдіктің тамыры. Ол зімбір тұқымдастарға жатады. Бұл топқа сондай-ақ куркума, кардамон және галанган сияқты басқа да дәмдеуіштер дайындалатын өсімдіктерге кіреді. Зімбір ең ежелгі хош иісті өсімдіктердің бірі. Оңтүстік Шығыс Азияның тұрғындары оны бірнеше мың жылдық бұрын өсіре бастаған екен. Ежелгі Қытай, үнді және парсы трактаттарында зімбірдің сергітетін, ыстықты басатын және тазалайтын қасиеті туралы жазылған. Зімбір көбінесе жетіле өскен тамыр, кептірілген ұнтақ, маринадталған немесе қант себілген кесек түрінде сатылады. Сонымен қатар зімбір майы мен тамырдан алынған сығындысы да кездеседі. Зімбір тамырының ауыз қоратын әрі аздап хош иісі оның құрамындағы негізінен тамыр бөлігінде шоғырланған эфир майының болуына байланысты. Зімбір жегенде ағзада қандай өзгеріс болады? Зімбірді суық тию кезінде жиі қолданылатыны белгілі. Бұл өсімдік бойды жылытып, денеден көптеп тер шығуына әсер етеді. Бір кесе зімбір шайы толыққанды ем болмағанымен бой жылытып, ауру белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Зімбір негізінен эстрогенге бай өнім. Эстроген зат алмасу процесіне қатысады және көңіл күйді тұрақтыланғанға жауап беретін гормон. Сонымен қатар дәрігерлердің айтуынша зімбір ас қорыту жүйесіне де пайдалы. Оның хош иісі іш кебу кезінде көмектесетіні дәлелденген. Зімбір сондай-ақ ұйқы безі ферменттерінің түзілуіне ықпал етеді. Ас қорытуды жақсартады және зат алмасуды жеделдетеді. Сонымен бірге зімбір жүрек айнуын, соның ішінде жүктілік немесе химиотерапия кезінде пайда болатын жүрек айнуын басудың тиімді құрамы болып табылады. Зімбір тамыры есте сақтау қабілетіне оң әсер етіп, теріні жақсартуға және безеуді азайтуға көмектеседі. Бұл көп жылдық өсімдіктің хош иісі дене салмағын қалыпқа келтіруге де септігін тигізеді. Зімбірдің құрамында гингерол, яғни тамырға ащы дәм беретін фенолды қосылыс бар. Ол қабынуға қарсы күшті қасиетімен белгілі. Дәстүрлі медицинада зімбір буын ауруларына артрит және артрозды емдеу үшін қолданылады. Гингерол сонымен қатар бактерияға қарсы тиімді құрал болып саналады. Ғалымдар зімбір ауыз қуысын, пародонтоз және басқа да қызыл иек ауруларын тудыратын бактериялардың бірнеше түрінен тиімді қорғайтынын дәлелдеді. Жүрек қан тамыр жүйесіне оң әсер етеді. Ол қанды сұйылтады және қан қысымын төмендетеді. Жүректі ишемиялық аурудан қорғайды. Зімбір өте пайдалы екеніне қарамастан денсаулық үшін зиян болуы да мүмкін. Өсімдіктің ащы болуына байланысты асқазан, ішек, бауыр және өт қабы ауруы бар адамдар оны аса сақтықпен қолдануы керек. Сондай-ақ жүрек қан тамыр ауруларына барларға зімбірден бас тартқан абзал, өйткені бұл өсімдік қан ағымын арттырады, қанның тамырлар мен артериялардан өту көрсеткішін төмендетеді. Ал бұл фактор өз кезегінде адам денсаулығының нашарлауына әкеп соғуы мүмкін. Видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.